Okay, good day. Today we're talking about summative assessment for the unit music and film. Бүгін біз кешірім сұрайын, 9 сыныпқа арналған музыка және фильм деген 7-ші бөлім бойынша жиынтықты талдамақшымыз. The first task is listening. Бірінші listening, тыңдалым, true, false беріліп тұр. Бұны уақыт өткізбеу үшін мен тез айтып шығайын. Дұрыс жауаптарына. Біріншісі true, екінші false, үшінші true, төртінші false және бесінші false. Яғни бұл тыңдалым. Бұны апа 2 рет оқу мүмкін, немесе тыңдап, осыны белгілеулері керек. The second task is writing. Task 2. Write a film review of your favorite movie. Өзің жақсы көретін фильмің туралы жазуың керек, яғни соған реклама. Мына информацияларды қос дейді. Film's title. Қатар жазып отырып көрсетейін. Мысалға, my favorite movie. Менің сүйікті кином, иә? Is Titanic дейді. Бізде film's title. Бірінші атауын сұрап тұр, соны қайталап жазамыз. Film's title is Titanic. The type of the film when it was made. Type. The type is, немесе it is десеңдер болады, яғни типі қандай. The type of the film is drama, немесе tragedy деп айтуға болады, трагедия. The next, when it was made, бұл қашан түсірілген? It was made, мысалы 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырда десек, 20th century. Explain the film story, but don't explain the ending. Жалпы не туралы екенін айтуымыз керек, бірақ соңын айтпауымыз керек. The film is about poor boy and rich girl. Мысалға, кедей бала мен бай қыз туралы, иә? Олар кемеде кездеседі деп жазайық. They met кездесті in the ship of Titanic. Titanic атты кемеде кездесті. Your opinion about the film. Енді өзіміздің ойымыз. I think, немесе in my opinion, менің пікірімше деп жазамыз. A film, it is interesting with fantastic characters, яғни кейіпкерлермен. Should people go and watch the film? Яғни баруға бола ма, басқа адамдарға көру керек па? People should, басқалар көру керек. Go and watch the film. I recommend деген дұрыс, иә? Кеңес берем. I recommend them to watch it. Енді неге екенін жазуымыз керек? Because it is the best great movie in my life. Өмірімдегі, енгішісі. Мінекей қысқаша осылай жазсаңдар болады, бір фильмді алып. Мен жалпы не туралы екенін түсіндіріп шықтым, дәл солай қылып жазсаңдар болады, өзгертіп. Сұрақтар болса да комментарийға жазсаңдар жауап беремін. Мен каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңдар. Hey, goodbye, good luck to you.